Сәлеметсіздер ме? Қалай жағдайларыңыз? Каналыма қош келдіңіздер. Менің каналым жас аналарға педиатр жұлдыздан пайдалы кеңестер каналы болып келеді. Бүгінгі айтып өтетін тақырыбымыз балалардың мұрнынан бітпейтін су ағуы. Сопли дейді орысша. Соны айтып өтетін боламыз. Әсіресе бұл балабақшаға барып жүрген, мектепке барып жүрген кішкентай сәбилер туралы болады. Білесіздер, көп ата-аналар балабақшаға бала барғаннан бастап мұрнынан су ағу, одан кейін жөтел, кей жағдайда температураның көтерілуі, кей жағдайда асқынулар болып жатады. Осындай кезде бітпейтін, тоқтамайтын мұрын ағуы кезінде қалай балаға көмектесеміз туралы айтып кететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарийда бөлісе отырыңыздар. Сіздерде осындай жағдай болды ма? Болса, қалай емделіп жатсыздар? Немесе қандай да бір көмек көрсетіп жатсыздар? Бөлісе отырыңыздар, өте қызық болады деген ойдамын. Өте жиі жағдайларда баланың мұрнынан су ағуы апталап, кейде тіпті айлап та созылып жататын жағдайлар болады. Бұл жағдайды, осылай созылмалы болып жатқан жағдайларды риносинусит деп атаймыз. Риносинусит деген мұрынның және мұрынның ішкі синустарының қабынуы. Әдетте көп жағдайда суықтан кейін пайда болады және айтып өткендей балабақшаға барғаннан немесе мектеп алды даярлық мектептерінде ұйымдарына барғаннан кейін пайда болады. Яғни көп балалармен арақатынаста болған кезде пайда болады. Егер мұрнынан су ағу 10 күннен астам уақытқа созылса және мұрын бітелсе, жөтел болса және мұрнын тарта бергеннен бетінің ауру сезімі болса, онда бұл жағдайды жедел түрдегі риносинусит деп атаймыз. Ал егер тура осы симптомдар бірдей, бірақ 3 айдан астам уақыт болса, оны созылмалы риносинусит деп атаймыз. Балаға қалай көмектесеміз? Бірінші, баланың мұрнына тұзды ерітінділерді тамызамыз. 2 жасқа дейінгі балаларда ол тамшыларды тамызамыз. Ал 2-3 жастан асқан балаларда оны шаямыз. Арнайы мұрынды жууға, шаюға арналған аквамарис, дельфин сияқты құрылғылар бар аптекада. Солар арқылы пайдаланып шаямыз, мұрнын ауық уақыт шайып отырамыз. Бұл жерде айта кететін жайт, 20 граммовый шприц немесе груша қолайсыз, тиімсіз. Жедел бактериалдық риносинуситте және созылмалы риносинуситте міндетті түрде антибиотик тағайындалады. Келесі, бұл мұрынға арналған гормондар. Гормонотерапия бұны тек қана дәрігердің тағайындауымен, дәрігердің бақылауымен жүретін процесс. Келесі ең маңызды жайт, бұл гемофильді таяқшаға және пневмококқа қарсы вакцинацияны егу балаға міндетті түрде. Өйткені именно осы қоздырғыштар риносинуситті шақырады. Именно осы гемофильді таяқша және пневмокок қоздырғыштары мұрнынан су ағу, риносинуситті шақыратын қоздырғыштар болып табылады. 80-90% деп айта аламын. Аллергиялық ринитті, рефлюкс ауруларын, аденоидтардың гипертрофиясын емдеу керек. Өзіңізге пайдалы болды деген үміттемін. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Мен өте қуанып қаламын. Сау болыңыздар, балалар ауырмасын, дендері сау болсын.